Жалпы синтездің пайда болу себебі ол организмдегі витамин D, магний, кальций витаминдерінің бұзылыстарынан пайда болады. Яғни бұл бұзылыстар сіз жүкті емес кезден бастап орын ала бастайды. Содан кейін жүкті болғаннан кейін ары қарай көтеру барысында организм бүкіл өзінің депозиттегі қорын, яғни осы витаминдерді балаға бергендіктен организм өзі әлсірей бастайды. Ал енді анатомия бойынша алатын болсақ, бұл симфиздің область симфиза организмдегі қан айналымы өте аз жер. Сондықтан осы витаминдер жетіспеген жағдайда бірінші рет сыр бере бастайды. Именно осы буын сыр бере бастайды. Сондықтан және оған қосымша өздеріңіз жүкті кездегі баланың салмағы өскен сайын осы жерге нагрузка түсе бастайды да, ол ауырып бастайды. Яғни басында ауру кезінде УЗИға түссеңіздер, УЗИ сіздерге норманы көрсетеді, ешқандай ажырап жатқан жоқ. Яғни ол норма 10-ға шейін 10 мм-ге дейін УЗИға барасыздар, норма деп береді, но бірақ сізді боль күннен күнге мазалап жатыр. Көп әйелдер осылай деп келеді. Сол ауырғаннан бастап әйелдердің көбісі паникаға түсе бастайды. Мен ары қарай қалай жүрем, қалай босанам, босану барысында осы симфизім ажырап кететін сияқты, немесе біреуден естиді, ажырап кеткен екен, босанғаннан кейін тұра алмай қалған екен, жатып қалған екен, допустим, 1 жыл, одан да көп уақытта деп сондай ойлар мазалап ақырында босануға жақындағанда тағы да УЗИға түскен кезде, егер 11-12 деп көрсетіп тұратын болса, миллиметр деп, онда тек қана операциямен босанамын, мен өзім тумаймын деп келіп жатады әйелдер. Кейбір жағдайлар болады, болевой синдром выраженный, одан кейін расстояние между симфизом 1,8-2 сантиметр, мысалға сіз мүлдем жүріп тұра алмай қалдыңыз, аяқты жинай алмай қалдыңыз, іштегі бала крупный, 4 кило немесе одан да жоғары болса, осы жағдайда біз консилиуммен шешім қабылдауымыз мүмкін, то, что операцияға баратынымыз жөнінде. Так, басқа жағдайларда, құрметті қыз-келіншектер, симфизит болды екен деп операцияға асықпаңыздар. Босану қалыпты өтсе, ары қарай босанғаннан кейін кезеңде дәрігердің кеңесін бәрін орындасаңыздар, ол қайтадан қалпына келеді. Сонымен қатар сіздерге айтатыным, жалпы жүктіліктің арасын интергенетический интервал дейді ғой. Осы аралықты 2 жылдан обязательно сақтау керексіздер. 2 жыл демалып, организмді полный восстановить етіп, одан кейін көтеру керексіздер. Негізінде міндетті түрде витаминді, кальций, магнийдің деңгейін тексеріп көру керексіздер. Егер деңгейі төмен болатын болса, осы витаминдерді қабылдап, босануға дайындалу керексіздер. Біздің қыз-келіншектер оны тексермейді ешқашан, ол витаминдерді ішпейді, артынан көтереді, потом өздері қиналады. Сондықтан сіздер міндетті түрде өз денсаулықтарыңызды ойлайтын болсаңыздар, осындай симфизиттің болымен күнде жатып тұруыңыз мұң болып жүргенше, алдын ала витаминдерді ішіп, деңгейін тексеріп барып көтерсеңіздер, симфизиттеріңіз қайталанбайды.